1521 жылы Дешті Қыпшақтың ханы Қасымның өлімінен соң таққа оның мұрагері Мамаш отырды. Алайда Мамаштың билігі ұзаққа созылмады. Ол кезінде Қасым ханға бағынышты болған көптеген ру тайпалардың басын құрай алмай, билікті уысынан шығарып алды. Оған қоса, сол кезеңдегі қазақ хандығының қарсыластары Ноғай ордасы, Моғолстан және Шайбани мемлекеті қазақтың билеуші тап өкілдері арасына іріткі салып, бұрынғы құдіретті Қасым ұлысын құлатуға барын салды. Осылайша 1524 жылы Қасым ханның мұрагері Мамаш хан ішкі саяси талас тартыстардың салдарынан қайтыс болды. Жалпы қазақ мемлекеті 400 жыл бойы дәл осы төрелер институтының арқасында пайда болып, бір мемлекеттік құрылым ретінде өмір сүрді. Негізінен көп жағдайда қазақ хандарында айтарлықтай билік болған емес. Олар қазақ қоғамында саяси институт ретінде ру тайпаларды біріктіруші делдал қызметін атқарды. Себебі ханның жеке өзінде руларға қарсы тұра алатындай әскери немесе материалдық ресурстар жоқ еді. Тек төрелердің жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ететін төлеңгіттер ғана болды. Ал олардың саны аз болғандықтан ханға қандай да бір саяси ықпал жасайтын тетіктер сыйлай алмады. Хандар көп жағдайда үлкен соғыстарда рулардың біріккен әскеріне көшбасшылық етеді. Қазақ хандығында ханға елді біріктіру үшін міндетті түрде үлкен абырой жинау керек болды. Яғни белгілі бір сұлтан руларды бір мемлекетке біріктіріп хан болғысы келсе, міндетті түрде өзінің әділдігімен, батырлығымен және көрегенділігімен елге танылуы тиіс еді. Сонда ғана рубасылар сұлтанның жеке абыройына қарап хан ретінде мойындайтын. Сондықтан қазақ хандарының көбісі хан атанбас бұрын ел арасында батырлығымен немесе ерекше ерлігімен танылып, содан соң ғана рулардың құрметіне ие болып хан сайланатын. Ал егер жұрт алдында әлсіздігін көрсетіп, немесе әділетсіз шешімдер шығарса, онда ханның ел арасында қадірі кетіп, артынша билігінен немесе басынан айырылуы мүмкін еді. Мамаш хан әкесінің өлімінен соң, оған бағынышты рулар арасында ханға лайықты абырой бедел жинай алмайды. Кезінде Қасым ханның билігін мойындаған көптеген елдің батысындағы рулар оның бұйрықтарына бағынудан бас тартып, Ноғай мырзаларының қол астына өтеді. Ақыры Мамаш хан иелігіндегі өте ықпалды тайпалардың қолдауынан айырылып, билікті уысынан шығарып алады. Хандықтың әр бөлігінде түрлі рулардың қолдауына ие болған Жәнібек ханның өзге ұлдарының ұрпақтары Мамаштың билігіне бағынудан бас тартып, хан тағы үшін күресті бастайды. Содан 1523-24 жылдары Ноғай ордасына қарсы болған шайқастардың бірінде Мамаш хан қайтыс болады. Қасым ханның өлімінен соң дала ақсүйектері Жәнібек ұрпақтары бастаған үш негізгі саяси топқа бөлінді. Бірінші саяси топта Қасым ханның ұлдары болды. Олар көбінесе Ноғай мырзаларының саяси қолдауына тәуелді еді. Ал екінші саяси топты Қасым ханның інісі Жәдіктің ұлы Тоғым хан бастады. Ал үшінші саяси топта Тахир сұлтан бастаған Қасымның інісі Әдік сұлтанның ұрпақтары болды. Осылайша Қасым ханның кезінде бір ел болған үлкен қазақ ұлысында азаматтық соғыстың оты тұтанды. Хандықтың әр аймағында үш бірдей хан тағынан үміткер сұлтандар өздерін Дешті Қыпшақтың билеушісі етіп жариялады. Әрбір жеке хан өзінің билігін мойындаған руларға арқа сүйеп әскер жинай бастайды. Азаматтық соғыс барысында алғаш болып Қасым ханның ұлдары бірнеше ірі шайқастарда жеңіліске ұшырап, билігімен бар ықпалынан айырылып, ары қарай тақ үшін күресуге шамасы жетпей, саяси ойындардан шеттетіліп қалады. Аталмыш жеңілістерден соң Қасым ұрпақтары Ноғай мырзаларының, яғни едіге ұрпақтарының қол астына өтеді. Себебі олар Ноғай ақсүйектермен өте берік туыстық некелік байланыста еді. Сол кезеңде елдің батысындағы көптеген рулар Қасым ұрпақтарының жағында болғандықтан, Қасым ұлдарының Ноғайлардың билігін мойындауы 300 мыңға жуық халықтың Ноғай атануына себепкер болды. Ноғай ордасының билеушісі Шейдақ би Мәскеуге жазған хаттарының бірінде қазақ хандығынан оның иелігіне келген халықтың санын 300 мың деп бағалаған. Әрине, Ноғай биі 300 мың адамның көшуі туралы айтқанда асыра сілтеген болуы мүмкін. Алайда басқа да тарихи деректер сол кезеңде Ноғай ордасының жері кеңейіп, саяси әлеуеті артқанын растайды. Ал елдің шығысы мен оңтүстігінде өзін хан деп жариялаған Тахир абыройы мен билігін арттыруға бағытталған соғыстар жүргізеді. Тахир хан бірнеше ірі шайқастарда жеңіліске ұшырап, өзінің артынан ерген жұртпен бірге Жетісуға қарай шегінуге мәжбүр болады. Тахир ханның әулеті
Моғолстан билеушілерімен туыстық андалық қатынаста еді. Сондықтан оған белгілі бір деңгейде моғол билеушілері саяси қолдау көрсетті. Көп ұзамай Тахир моғолстандық құдалармен ұрысып, екі ел арасында соғыс басталады. Моғолдарға қарсы соғыста бірқатар ірі жеңілістерге ұшырап, өз жұрты алдындағы бар абырой беделінен айырылады. Осы кезге дейін Тахирді қолдап келген көшпелі жұрт одан көңілі қалып, бағынудан бас тартып көшіп кетеді. Содан тағдыры қол үстінде тұрған Тахирге күтпеген жерден қырғыз тайпалары көмекке келеді. Қырғыздардың осы қолдауының арқасында өте ықпалды жауларына қарсы соғыста Қарахан басын әзер дегенде аман сақтап қалады. Осылайша бұл азаматтық соғыста Тоғым жеңіп шығады. Ол бар болғаны бірнеше жыл ішінде Қазақ хандығының әскери әлеуетін арттырып, айырылып қалған жерлер үшін күресті бастайды. Тоғым ең алдымен батыста Ноғай мырзаларының қолдауына ие болған Қасым ұрпақтарын талқандап, көптеген жерлерді қайтарады. Оңтүстікте Тахирдің моғол билеушілерімен қақтығысын пайдаланып, оған соққы жасайды. Нәтижесінде Тахирдің моғолдардан және Тоғым ханнан осындай ірі жеңілістерге ұшырауы абыройының төмендеуіне, артынша оған бағынышты рулардың Тоғымның жағына өтіп кетуіне алып келеді. Тоғым ханның батыс пен оңтүстік бағыттардағы әскери жетістіктері Қазақ ордасының қайта бірігуін қаламайтын көрші Ноғай ордасы, Моғолстан және Мауреннахр мемлекеттерінің алаңдаушылығын тудырды. Ноғай ордасының, Моғолстанның, Мауреннахрдың билеушілері қайта күш алып жатқан Қазақ хандығына қарсы әскери коалиция құруға шешім қабылдайды. Жоспар бойынша бұл елдер бір уақытта үш бағыттан Қазақ хандығына соққы жасап, жерін өзара бөліп алуды ойластырды. Біріккен анти-қазақ коалициясының әскери іс-қимылдары 1537 жылдың жаз айында басталды. Жоспарлағандай, Тоғым басқарған қазақ ұлысына үш бағыттан шабуыл жасалды. Оңтүстіктен Шайбан билеушісі Убайдулла хан соққы жасаса, оңтүстік шығыстан моғол билеушісі Рашид хан басып кірді. Ал хандықтың батыс иеліктерін Ноғай ордасы басып алды. Бірнеше айға созылған қиян-кескі соғыс қазақ әскерлерінің ойсырай жеңілісімен аяқталды. Соғыс барысында қазақ жасақтары барлық бағытта өте ірі жеңілістерге ұшырап, Жетісу аймағынан, сыр бойындағы қалалардың басым бөлігінен және батыстағы иеліктерінен айырылды. Сырдың орта және жоғарғы ағысындағы Түркістан қалаларының барлығы Шайбан билігіне өтті. Жетісу аймағы Моғолстанға қарай бастады, ал хандықтың шығыс бөлігіндегі жерлерді ойрат тайпалары басып алды. Моғолстан ханы Рашидтің әскерімен болған қиян-кескі шайқаста қазақ қосыны жеңіліске ұшырап, Тоғым хан және 37 қазақ сұлтаны ажал құшты. Осылайша Қасым ханның өлімінен кейін басталып, 15 жылға созылған азаматтық соғыс қазақ хандығының уақытша болса да құлауымен аяқталды.